Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен холодец жасаймыз. Бұдан да басқа қызықты видеоларды жіберіп алмау үшін YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Холодец буын ауруларына өте пайдалы. Ең алдымен сирақтарымызды тазалап жуып аламыз. Күйдірілген жерін пышақпен немесе қырғышпен қырып тастаймыз. Мен 2 сирақты және сиыр етін қостым. Жақсылап жуып, су құйып отқа қоямыз. Суы қайнап, бетіне көбігі шыға бастайды. Бетіне шыққан көбігін сүзіп алып, астын басып, жай отта қайнатамыз. Беті бүлкілдеп, жай жыбырлап қайнап тұрса болғаны. Міне осылай жай қайнап тұрса жетеді. Астын қатты көтеріп, қатты қайнатуға болмайды. Міне менің холодесім осылай жай қайнап тұр. Холодестің қазақша атауын тоңазма, дірілдек деп те айтамыз. Бұл тағам өте ұзақ қайнайды. Кемінде 4-5-6 сағатқа дейін қайнауы мүмкін. Міне осылай сүйектен еті ажырап қалғанша қайнатамыз. Қазір мен сүйектерін алып тастап, етін ет тартқыштан өткізетін боламын. Немесе майдалап турауға да болады. Сорпамыздың беті өте майлы. Майын ұнатсаңыздар, қалдырсаңыздар болады. Мен майлы болған ұнатпағандықтан майын алып тастаймын. Осылай сүзіп аламыз майын. Барлық майын сүзіп алып тастадым. Енді кастрюльдегі сорпамды бөлек бір қазаныма құйып алып жатырмын. Осылай сүзіп аламыз. Кастрюльде майда сүйектер немесе май болса, сүзгішінде қалып қояды. Осылай сүзіп алу керек. Міне сорпамды сүзіп алдым. Ет тартқыштан өткізген етімді осы сорпама саламын. Ет тартқыштан пиязы мен чесногымды өткізіп алғанмын. Енді соларды саламын, жайлап салыңыздар. Сәбізімді саламын. Сәбізімді үккіштен өткізіп алғанмын. Турап алған аскөгімді, яғни укропымды саламын. Қалауларыңыз бойынша ақ желкенді де салуларыңызға болады. Лавровый лист салуға болады, лавр жапырағын. Міне осылай астын баяу етіп, тағы да қайнатып аламыз. Неше түрлі дәмдеуіштер қолдануға болады. Мен дәміне қарай тұзын және бұрышын салдым.
Холодесім дайын болды. Кез келген осындай ыдысқа құюға болады. Менікі духовкаға арналған форма. Және табақтарға да құюға болады. Өте терең ыдысқа құйсаңыздар суымай қояды. Міне суды қолыммен басып көріп жатырмын, салқын жерде тұрған. Енді оны осы күйінде, осы тұрған жерінде кесіп алуға да болады. Мен басқа табаға аударып кестім. Ұсына берулеріңізге болады. Холодес туралы айтатын болсам, құрамы витаминдер мен минералдарға, коллаген, каротин, белокқа өте бай тағам. Сүйек сынғыштығының, буын ауруларының алдын алады. Сіздерге де бұл тағамды жасап көруге кеңес етемін. Денсаулыққа тигізер пайдасы өте көп. Және менің сүйікті тағамдарымның бірі. Дәмі де ерекше дәмді. Тағы да басқа видеоларымды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп, подписка жасап қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше. Астарыңыз дәмді болсын.